Саламатсыздар, сәлеметсіңдер ме? Кішкентай бүлдіршіндер. Біз бүгін ерекше ұйымдастырылған қызмет өткіземіз. Балалар, сендер саяхатқа шыққыларың келе ме? Ендеше біз көліктер әлемінен саяхатқа шығамыз. Армысың? Армысың? Көк аспан? Жер ана? Армысың? Армысыз? Бүгін біз ерекше саяхатқа шыққымыз келіп тұр. Балалар, сендер саяхаттап көрдіңдер ме? Кім айтады? Кім қай жаққа саяхаттады? Қандай көлікпен саяхаттады? Айта ғой, Нұрберген. Египетке барып келген. Египетке сен қандай көлікпен? Ұшақпен барған екен. Және тағы кім барған екен? Қай жерге барды? Қандай көлікпенен? Айтайық. Айта ғой, Имран. Сен қаяққа барып келдің? Египетке барып келген екен жақын арада. Египетке немен бардың сен? Қандай көлік түрімен бардың? Немен бардың, Имран? Ұшақпен барған екен. Жарайсың. Балжан, сен айта ғой, қай жерге бардың? Ақтауға барған екен. Ақтауға немен бардың сен? Қандай көлік түрімен? Ұшақпен барған екен. Жарайсыңдар, сендер ұшақпенен саяхаттап көрген екенсіңдер, я? Енді біз бүгін басқа да көлік түрлерімен, көптеген көлік түрлерімен саяхаттаймыз. Балалар, ерте кезде, көлік болмаған кезде, біздің ата-бабаларымыз атпен, түйемен көшіп қонып, жүктерін тасып, өздері бір жерден екінші жерге барып отырған екен. Ал қазір ғылым мен техника дамыған заманда көліктің көптеген түрлері бар екен, я? Көліктің түрлерін білеміз бе, балалар? Біз есімізге түсіріп алайық. Алдымен біз экранға назар аударайық. Қарай қойыңдар, Балжандай қарап. Көліктің түрлерін қараймыз. Жер көліктері екен. Автокөлік. Қараймыз, балалар. Автобус. Автобусқа мінгендеріңіз бар ма? Қарайсыңдар. Жүк көлігі. Жүк көлігі, яғни жүк тасиды екен, я? Мотоцикл. Өрт сөндіру көлігі. Өрт сөндіру көлігі неге керек бізге? Трамвай. Өрт шыққан кезде не істейді? Сөндіреді екен дұрыс. Жедел жәрдем көлігі. Жедел жәрдем көлігі. Жол полициясы. Жол полициясы. Тікұшақ. Әуе көліктері екен, балалар. Ұшақ. Сендер ұшақпенен саяхат жасап деп айтыңдар, я, балалар? Әуе шары. Әуе шары екен, дұрыс. Зымыран. Енді су көліктері. Кеме. Қайық. Желкенді қайық. Бұл да қайық болып екен. Желкенді қайық. Сүңгуір қайық. Жарайсыңдар. Енді қайттан шеңберге тұра қояйық. Жаңадай орнымызбен тұра қояйық. Балалар, біз жаңа көліктің түрлерімен таныстық, я? Экраннан көрдік. Көліктер неше түрге бөлінеді екен? Қандай бұл? Жер көлігі, су көлігі,
Жарайсыңдар балалар. Жер, әуе және су көлігі болып үшке бөлінеді екен. Жарайсыңдар. Енді балалар, біз мына жерде тапсырмаларды орындайық, иә? Олай болса, мына жаққа шыға қойыңдар. Жаңа біз көліктің түрлерімен таныстық, иә балалар? Экраннан көрдік, ана жерге қоя қой. Енді мына жерде біздерде мына жерде бізде әуе, жер және су көліктерінің орны тұр екен. Енді соған біз көліктерді орналастырамыз, иә? Мына жерде тапсырма біз ұжымдық жұмыс, иә, топтық. Сен біреуін аласың, тек қана біреуін қай жерге жапсырасыңдар. Енді сендерге тапсырма. Кім қандай көлікпен жүреді, соны мына жаққа келе ғой. Мына жерге кел. Тез орналастырады. Себебі біз күнделікті көліктерді көріп жүрміз. Және біз жаңа экраннан көрдік, иә? Кім бер тұрамыз? Нұрберген. Сен қандай көлікті жапсырдың? Не ол? Бұл қандай көлік? Тікұшақ, иә? Ол әуе көлігі ма, жер көлігі ма, су көлігі ма? Әуе көлігі екен, дұрыс. Еміран кел көмектесе ғой. Алғандар. Камила, сен де жасай ғой, кел. Сен қай көлікті? Ол қандай көлік? Өрт сөндіруші. Оны кім жүргізеді екен? Өрт сөндіруші. Жарайсың. Балжан, келесін айта ғой. Жол көлік полициясын дұрыс тапқан екенсің, иә? Кемені кім жүргізеді екен? Ол не деп айтты? Теңіз. Еміран ұстау. Теңізші. Жарайсыңдар, балалар өте жақсы. Қане орнымызға тұрамыз. Балалар, енді біздер көліктердің түрлерімен таныстық. Көліктерді кім жүргізетінін білдік. Енді біз осы көліктерді дыбысынан анықтайық. Мұқият көзімізді жұмып тыңдаймыз. Қандай көлік? Қандай көлік? Айта қоясың не? Қандай көлік? Дұрыс айттың ғой сен, айта қой. Машинаның дауысы екен, дұрыс айтасыңдар, иә? Мұқият тыңдаймыз, балалар. Кеменің дұрысы шығып тұр, иә? Жарайсыңдар, өте жақсы. Біз бүгін саяхатқа шығамыз дедік, иә? Біз жер көліктерін тыңдадық, иә, дыбыстарын тыңдадық, иә? Су көліктерінің дыбыстарын, ұшақтың дыбысын біз, яғни, құлақпен есту арқылы көліктердің дыбысында біз танып, біліп жатырмыз. Енді біз автобуспен саяхатқа шығайық. Саяхаттағанды жақсы көресіңдер ме, балалар? Жарайсыңдар, ендеше кеттік автобуспен саяхат жасаймыз. Жүреміз. Жүр, Айсұлтан, кездеп. Жүреміз. Айналып жүреміз. Барамыз, иә? Тоқтаймыз. Бала, сендерге автобусқа мінген ұнады ма? Жарайсыңдар. Енді балалар, мен сендерге жұмбақ жасырайын.
көше бойлап аяңдайды. Адам тасып аялдайды. Не ол бала? Автобус. Жаңа біз неге міндік? Автобусқа міндік. Жарайсыңдар балалар. Сендер дұрыстап тыңдар, я? Жол ережесін білеміз бе балалар? Ендеше біз қимылдық ойын ойнап жүрмек осы жерде, балалар? Нұрберген шыға ғой, сен бағдаршамның түстерін айтамыз. Біздерге 3-4 жүргізуші жарайды. Сол 3-4 жүргізуші мына жерде айналып жүреміз. Біз көшеде жүріп келе жатырмыз. Яғни біз көлікпен келе жатырмыз. Қызыл түс жанды дейді бала. Енді келесі. Айтайыз. Сары түс жанды дейді. Не істейміз балалар? Дайындаламыз. Бағдаршамның жасыл түсі жанған кезде не істейміз балалар? Қызыл түс жанды дейді балалар. Қызыл түс жанды. Сары түс жанды дайындалып тұрамыз тыңдап. Бағдаршамның жасыл түсі жанған екен балалар. Көлігімізді жүргіземіз. Жарайсыздар. Өте жақсы. Балалар. Ойынды. Орнымызға тұрамыз. Балалар, сендер жұмбақты жақсы шешеді екенсіңдер, я? Ендеше мен тағы да жұмбақ жасырып көрейін сендерге. Қанаты бар, ұшпайды, су бетінде жүзеді. Не ол? Қайық екен, дұрыс айтасыңдар. Енді біз қайықпен саяхаттап көреміз бе? Ол үшін біз қайықпен саяхаттап теңізші әніменен кемеге отырайық. Асау теңіз бетінде аппақ кеме төгемін, айлар бойы жүремін, ақ желкенді төгемін, айлар бойы жүремін. Жарайсыңдар балалар, сендер теңізде саяхат жасаңдар. Керемет біздің Ясмин теңізші екен. Жарайсыңдар. Енді балалар ойындарымызға тұра қояйық. Ойындар, 3 бала келе ойындар. Бұл жерде әртүрлі пішіндер бар. Осы пішіндерді қою арқылы біз қайығымызды, яғни Захира сен, мына жерде біздерге қайықтың бөліктері берілген. Осы бөліктерді құрастыру арқылы қайық табамыз, иә балалар? Енді осы қайықты құрастырайық. Бастай ойында. Нұрбергенге Алина көмектесе ғой, екеуіне жасаймыз. Балажан, сен не құрастырдың? Не құрастырдың? Қайық құрастырған екен. Қандай пішіндерде бар екен ішінде? Қандай пішіндер бар? Айта ғой. Қандай пішін? 3 бұрыш екен, түсі қандай екен оның? Сары, дұрыс. Келесі. Ол қандай пішін? Қандай пішін ол? Ол да 3 бұрыш екен, түсі қандай? Жасыл екен. Және оның үстіне сен қандай жасыл қойдың? Налар не бұл? Қандай пішін? Налар қандай? Дөңгелек екен, дұрыс айтасың. Жарайсың. Келесі, Захира, сен не құрастырдың? Қайықтың, желкенді қайықтың. Яғни сен сандар бойынша қайықты жақсылап орналастырған екенсің. Қане, қандай саннан бастадың сен? Айтшы, сандап бере қойшы. Сандар. 5-ге дейінгі сандарға бөлінген және соларды рет-ретімен қою арқылы біздің Захира қайықты құрастырған екен. Келесі балалар Нұрберген менен Алинұр
жол полицияларымыз қандай жұмыс жасаған екен? Не жасадыңдар? Иә, үлкен кеме жасаған екенсіңдер. Оның қандай пішіндері бар арасында? Айта қойшы, нелерден? Үш бұрыш сосын. Маған. Төрт бұрыш. Жарайсыңдар, мынадай қылып, әдемі кемені құрастырған екен. Сендерге тапсырмалар ұнады ма балалар? Жарайсыңдар. Шығармашылық жұмыспен барлығымыз мына жерге келіп, тапсырмаларды орындайық. Кәне көліктер бар, соларды карандашпен бояу арқылы тез-тез бояп, біз қандай көлікті шығарамыз, соны айтамыз. Кімде қандай көлік екен, е? Күнде біз осындай бояуменен жұмыс жасаймыз ғой. Сонда біз осы жасаған суреттерімізді жандандыруға болады екен. Яғни жасанды интеллект арқылы осы көліктерімізді жандандырып, яғни біз жүргізейік. Ендеше экранға назар аударайық. Балалар бәріміз қарайық. Көліктер кетті. Қолыма ұстаймын. Ұшақ ұшып кетті. Сен менің қолымнан ұста. Иә, ұста. Осы салған көліктерімізді көліктің түрлерін жасауымызға болады екен. Яғни қазіргі жасанды интеллектпенен біз осындай көліктерге жан бітіріп, ол балаларға өте қызық. Біздерге сиқырлы сурет берілген екен, иә? Бірақ біз оның сиқырын ашу үшін біз мына қолымыздағы суды бетіне шашамыз. Сол кезде не бейнеленгенін көреміз балалар, иә? Ол үшін аламыз. Қолымызға суды қатты көп шашпаймыз. Кімнің суреті шықты? Инжудің суреті шыққан екен, дұрыс айтасыңдар. Көрсетеміз балалар бәріміз. Біздер жаңа белгісіз суреттері, яғни біз суды сепкен кезде біз өзіміздің суретімізді көрдік. Яғни біз керемет, ғарышкер балалар екенбіз. Сендер өздерінің суреттерін көрген кезде қуандыңдар ма? Жарайсыңдар. Ендеше біз осы әдемі ғарышкер қалпымызбен ғарышқа саяхат жасайық балалар. Кәне жинақталамыз. Біздің ғарышкеріміз ғарыш кемесіне саяхатқа шығарып жатыр, иә балалар? Қараймыз. Балалар енді үйге қайтамыз. Сендерге ғарыш кемесіне мінген ұнады ма? Ғарышқа саяхат ұнады ма? Жарайсыңдар. Билет аламыз. Билет бере ғой сен. Бір билеттен бере ғой таратып. Балалар, сендер бүгінгі сабаққа қатысқандарың үшін сендерге Дубайға тегін билет. Алғандарың. Билет алдың ба? Қайда қатыстың? Ақтөбе Дубай бағыты бойынша отырғызу басталды. Саламыз. Ана сендерді ұшаққа кіргізіп жатыр. Келді.
samolyot